Бул видеода сиздерде Photoshop жок болса, немесе башка да фото редакторлор жок болса, онлайн форматта калай сүрөттүн фонун алып тастоо керек экенин көрсөтөм. Ол үчүн сиздерге интернет керек. Бастайык. Енді ол үшін сіздерге мына сайтқа кіресіздер, photoskissers.com, ссылкасын описанияда қалдыратын болам. Сайтқа кірген соң upload image дегенді басасыздар. Өз жерде керекті сурет таңдайсыздар. Өткен видеода сіздерге қалай 3-4 суретін жасау керек екенін көрсеткен болатын. Сол кезде мына суретті қолданғам. Егер қызық болса, үстінде подсказка шығады, соған басып көрсеңіздер болады. Мысалы, бізге мына сурет таңдау керек. Осы суреттің фонын өшіру керек. Сурет білгейсіздер, открыть. Открыть деген соң автоматически уже негізі суретті тазартып шығады. Артын көрдіңіз, қалай качественно тазартты. Тазартып болған соң, мына жерде неше түрлі инструменттері бар. Мысалы, get old editor деген жаңа ескі эдиторға кірсеңіз болады. Басқа суретті алып көрейік, кішкене қиындау. Мына жерде жауып тастаймыз да, yes delete дейміз. Өз жерде қайтып ссылканы басамыз да, главный страница upload image дейміз. Өз жерде мына сурет таңдайық. Мен алдында өшірген болатын, тестовый режимде. Окей дейсіздер да. Сурет практически тазартып тұр. Егер сіздерге мына жерді тазарту керек болса, немесе мына жерді тазарту керек болса, онда old editorға кіресіздер да, back to old editorға кіресіз. Өз жерде неше түрлі инструменттер шығады. Мысалы, мына жерде үлкейтіп, мына жерді алып тастауға болады. Мысалы, мынаны қарайсыздар да, мысалы мына жерді алып тастау керек, бізге керегі жоқ. Мына жерді көріңіз, автоматически тазарып жатыр. Мысалы, мына шаштың мына жерге жоқ бізге деп тазарады. Осының бәрін істеп болған соң, мына жерге аласыз да, download дейсіз. Download деген кезде purchase десеңіз, бұл платный версия уже. Скорее всего, точно білмедім, бірақтан маған download in low resolution, то есть качествосы төмендеу болады, бірақтан жеткілікті деп ойлаймын. Бір асыққан кездегі қажет болса PNG форматында сақтайды. Мен бұны басында істеген болатын, сол үшін тестовый режимде сақтаған болатын. Сохранить дейсіздер, уже автоматически лақтырады. Егер де Photoshopпен немесе Corel Drawмен тағы да сайт жасау бойынша видеолар қызықтырса, болашақта видеолар түсіретін болам. Осы каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.